Енді ОБТ-да жыл сайын кездеседі. Қараңыздар. Нефрондардағы зәр түзілу үдерісі. Нефронда зәр екі кезеңде түзіледі. Біріншісі сүзу, фильтрлеу, банағы сығып алу, және қайта сору немесе реабсорбция деп атайды. Реабсорбция. Кері сорылу. Бұл қалай жүреді? Қараңыздар. Бірінші реттік зәр пайда болады сүзу кезінде. Яғни тәулігіне шамамен 150 литр бірінші реттік зәр пайда болады. 150 литр. Құрамы бойынша қан плазмасына ұқсайды. То есть просто сұйықтық, суға ұқсайды. Фибриноген, глобулин, альбумин сияқты ірі нәруіз молекулалары болмайды. То есть банағы бумен капсуласында капиллярларды сыққан кезде қан плазмасымен бірге бүкіл заттар мына проксимальды каналға өтеді. Өткен кезде тек қана ірі нәруіздер өтпейді. Қалған барлық қанда не бар, соның барлығы проксималды каналға өтеді. Соларға өткен кезде реабсорбция процесі жүреді. Яғни екінші реттік зәр түзіле бастайды. Қайта сору. Яғни қайта сору, реабсорбция жүреді. Капсулаға түскен су және пайдалы заттар қанға кері қайтарылады. То есть ойлаңыздар, қан капиллярын бүйтіп сығылады губка сияқты бүкіл заттарды шығарады каналға. Сол каналмен жүріп жатқан кезде пайдалы заттар қайттан қанға жібереді. То есть мына жерде каналдарға мына капиллярлар не үшін жабылған? Чтобы мына сығып алған затты, сығып алды ол пайдалы заттар. Мына каналдарда олар артқа береді қанға. Тек қана зиянды заттарды каналдар өздеріне алып қалады да, завод сияқты, фабрика сияқты. Зиянды заттарды өздеріне алып қалады да, пайдалы заттар артқа қанға береді. Сол себептен бүкіл жерге осы капиллярлар жабысқан. Бұл кезде олар арналарда зиянды заттарды, несеп нәр, зәрі қышқылы мен кейбір тұздарды қалдырады. Қалған пайдалы заттардың бәрін беріп тастайды. Тазартылған сұйықтық қанға қайтарылады. Түзілген зәр арналардан пирамидаларға кейін астау мен несеп бағарға түседі. То есть банағыдай жинағыш түктеріне түседі, сосын астауға, сосын несеп бағарға түседі. Сіздерге білу керек нәрсе, екінші реттік зәр тәулікте 1,5 литр. Настоящий зәр 1,5 литр. То есть қараңыздар, 150 литрден тек қана 1,5 литр. Қалған барлығы пайдалы заттар біз қайтадан қанға береміз. Бүйрек солай жұмыс жасайды. Қанды сүзеді, зиян заттарды алып қалады, пайдалы заттарды артқа беріп жібереді қанға. Бұны жасайтын нефрон. Жаттауыңыздар. Енді банағы астауға жинадық. Астаудан несеп ағарды арқылы қуыққа түседі, қуықтан сыртқа шығады. Қуықтың көлемі примерно 500 мл. Сол себептен біз бірнеше рет бір күнде бірнеше рет барамыз. Потому что қуық ондай үлкен сыйымдылыққа арналмаған. Қуық толған кезде рецепторлардан зәр шығару рефлексінің орталығына белгі беріледі. Орталық жұлынның 8 көз бөлімде орналасқан.